Табиғаттағы зомби фабрикасы саңырауқұлақ құмырсқаның миын қалай бағындырады? Көпшілік зомби дегенді тек фильмдер мен қорқынышты ойындардан көреді. Бірақ табиғатта шын мәнінде тірі организмдерді өз еркінен айырып, оларды тірі өлікке айналдыратын паразит бар. Ол Aphiocordicепс unilateralis деп аталатын ерекше саңырауқұлақ. Бұл саңырауқұлақтың негізгі құрбаны тропикалық ормандарда өмір сүретін қарапайым ағаш құмырсқасы. Саңырауқұлақтың спорасы құмырсқаның денесіне түскен сәттен бастап, ол ішке еніп, жайлап өз жұмысын бастайды. Споралар ішке кірген соң, саңырауқұлақ жіпшелері, грибокифалары құмырсқаның дене мүшелеріне тарап, әсіресе ми мен орталық жүйке жүйесіне жетуге тырысады. Ғалымдардың бақылауынша, осы кезеңде құмырсқаның мінез-құлқы күрт өзгере бастайды. Ол үйреншікті жолынан ауытқып, оғаш бағытта қозғалады, биіктікке өрмелейді. Бұл саңырауқұлақтың бұйрығы. Себебі оған ылғалды, көлеңкелі, ауа ағыны бар ортаны табу керек, сонда ол тиімді көбейе алады. Құмырсқа белгілі бір биіктікке, шамамен 25 сантиметр жеткен соң, бір жапырақтың астыңғы жағына барып, өзінің жақ сүйегін салып, жапырақты тістеп қатып қалады. Ғалымдар бұл құбылысты өлім тістеуі death grip деп атайды. Себебі бұл сәттен кейін құмырсқа қозғала алмайды, ал көп ұзамай өледі. Сол кезде саңырауқұлақ өз нағыз жұмысын бастайды. Ол құмырсқаның денесінен жайлап өсіп, сыртқа шығып, ұзын саңырауқұлақ сабағын түзеді. Осы сабақтан жаңа споралар ауаға таралады. Төменде жүрген басқа құмырсқалар осы спораларды жұтып, цикл қайта басталады. Ғалымдар бұл процесс кездейсоқ емес екенін айтады. Саңырауқұлақ құмырсқаның миын толық бақылауына алады, оны қажетті ортаға апарып, дәл жерде өлуге мәжбүрлейді. Бұл керемет дәлдікпен жүретін биологиялық механизм. Зерттеулер көрсеткендей, саңырауқұлақ белгілі бір уақытта ғана құмырсқаның миын өшіреді, яғни оның денесін ғана басқаруы мүмкін. Бұл тірі денеге робот сияқты бұйрық беріп, биологиялық мақсатқа жету деген сөз. Мұндай құбылыс тек осы саңырауқұлаққа ғана тән емес. Табиғатта шаяндардың көзін бақырайтып, ұлудың денесін түрлі түске бояп, құстарға жем болуға мәжбүрлейтін паразиттік құрттар да бар. Бірақ Aphiocordicепс unilateralis ғылымның ерекше қызығушылығын тудырғаны. Бұл шындық, ғылым мен табиғаттың таңғажайып әрі біршама қорқынышты жағын көрсетеді. Адамзат өз еркіне ие деп сенеді, ал микроскопиялық тіршілік иелері кейде әлдеқайда күшті екенін дәлелдейді.